Ассалаумағалейкум. Білесіздер, мен үнемі тіл жайлы айтамын. Өйткені тіл менің өмірім, болашағым. Тіл менің паспортым. Әрқандай қазақтың паспорты деп айтуға болады. Тілің болса, сен ұлтсың, тілің жоқ болса, сен ешкім емессің. Сондықтан бүгін бір жайттерді байқап отырмын. Мынау Рой кооперативі дейді. Былайша айтқанда Рой қазақша отырғанда қорма сондай. Енді сайттың мәнісі Рой деген қандай атау береді оны білмейміз енді. Бұл қазақ тілі болмағандықтан оны түсіне алмаймыз. Ал сайт орыс тілінде. Мен бұл Рой жайлы көп көргенмін. Осы Ройдың директоры есімде жоқ аты. Бірақ мықты кісі. Жаңа контенттерін бәрі, сұхбаттарын бәрін әдемі қазақ тілінде береді. Бірақ жұмыстарына мынау сайт жайлы ақпараттық бөліміне мен көңілім мәз емес. Өйткені бұл жерде ешқандай қазақ тілін таппайсыз. Бұл Ройдың жаңағы сұхбаттарын көріп қызығатын адамдар көп болуы мүмкін. Мысалы, орыс тілін білмейтін қазақтар мына жерде сенімділік деген нәрсе мына жерде мүлдем жоқ. Өйткені бұның бәрі түсініксіз тілде тұр. Сондықтан сенім артады. Бұны ары қарай ақпарат алуға қызығады деп ойламаймын өз басым. 100% сенімді айта аламын. Әсіресе Қытайдан келген қандастарымыз немесе орыс тілін түсінбейтін көптеген жаңағы тәуелсіздіктің құрдастары осындай жаңағы мүлдем қазақ тілінде жоқ ақпараттарды қарап, бас ауыртып, оны ары қарай ізденіс жасамайды. Өйткені жаңа қазақ тілінің, қазақтың мүддесін, қазақтың болашағын ойлайтын ақпараттық ресурстар көп, үздіксіз дамып келе жатыр секунд сайын. Мысалға, соның бірі өз сайтымды мысалға келтірейін. Мен енді орысша жасайын десем де орысша жасай алмаймын, өйткені мен орыс тілін түсінбеймін. Ал екіншіден мен Қытайда туып өскен қазақпын. Қытай тілінде жасап жасасам, Қытай тілінде ешкім түсінбейді. Қытай тілінде жасау біздің анау Қытайда жүрген кезде де ол санада қалыптаспаған, әдетте қалыптаспаған нәрсе, әдет болмаған нәрсе біз. Ол жақта жүрсек те сайтты қазақ тілінде жасаймыз, қазақ тілінде жұмыс жасаймыз. Ал соның нәтижесі болар. Мен Қазақстанға келгенде бірден ойланған жоқпын, осындай қазақ тілді интернет дүкен қалыптастырдым, жасап жатырмын. Және жоғары пайыздарға қарсы тұру үшін жаңағы Рой кооперативі, Аманат кооперативі сияқты халықтың арасынан шыққан сенімді жұмыс жасайтын кісілердің жарнамасын халыққа кеңінен үгіттеу үшін жаңа қазақ тілді сайттарды, қазақ тілді отандастарды қолдау мақсатында мықты контенттер жасап жатырмыз, мықты жұмыстар жасап жатырмыз. Соның бірі өз сайтымды айтуыма болады. Енді өзін-өзі мақтаған үлгімен тең дейді ғой. Енді халық бағасын береді, сайтқа кіріп қарайсыздар. Ал енді мына жерде сайтта мен басты біздегі құндылықтар жайлы мына жердегі суреттерге беремін. Жылжымалы суретке орналастырамын мына жерде. Білім саласы, жаңағы IT саласы, электронды кітаптар бұл жерге. Бұл жерге ауқымды жобалар болады. Мынау қазірше көңілге толымсыз, азғантай ғана жұмыстар жасалған бұл жерде. Болашақта ол ірі жаңа білім саласында жұмыс жасайтын кісілермен дамытатын сала. Ал енді өзімнің бизнесім мотоцикл қосалқы бөлшектері, жаңа машина бөлшектері, сонымен айналысамын. Болашақта жаңа балалардың ойнайтын отандық ойыншықтары, отандық өндіріс қолдау мақсатында Мадин Қазақстан деген бөлім бар, яғни Қазақстанда өндірілген нелер. Негізі біздің Қазақстанда жаңағы ойыншық құрастырылады, уиліктер, басқа балаларының тониктері, сол сияқты нәрселер жасалады. Соны болашақта қою енді жоспарындамын. Қазіргі таңда мотоциклдердің өзін әзер қалыптастырып болып қалдық. Бір 80% ба 90% деп айтуға болады. Енді қазақ тілі қаншалықты жаңа айтысып тартысқанға тиімді болғанымен техникалық аспаптарды атаған кезде бір ортақ атау термин жоқ қалыптасқан. Соны енді нөлден бастап қалыптастырып жатырмыз шамамыз келсінше.
Менің басты мақсатым жаңағы жоғары пайыздарға қарсы тұру, ал ең ұлы мақсатым бірі қазақ тіліне өзімнің қолымнан келетін білімді, маңдай терімді төгу. Қазақ тілінде ең алғашқылардың бірі болып мотоциклдің қосалқы бөлшектері және техникалық жабдықтарды атау терминдерін қалыптастырып жатырмыз. Әрине кейбір атау терминдер бар, қалыптасқан, бірақ өкінішке орай әлі де ұлттық санада, ұлттық жадымызда қалыптаспаған сөздер өте көп. Оны енді айта жатармыз. Мына жерге халыққа тиімді кредит дегенді бассаңыз, мына жерде жаңағы аманат драйв деген сайт ашылады. Енді драйвтың қазақшасын таппадым бұл кісілер. Әбден аманат деген ат қойған. Енді негізі қазақша бренд қоюға да болады-ау деп ойлаймын. Жаңағы нано балзам, бала балзам, арифлейм, дарифлейм деген аттардан арылуымыз керек. Брендтер қазақша қалыптаспай, бізде ұлттық жады, ұлттық идея қалыптаспайды. Сондықтан қазақ халқына жұмыс жасап атқанымыз үшін бірінші кезекте біз қазақ тілінде жұмыс жасауымыз керек. Өйткені біз ұлтқа жұмыс жасайды дегеніміз бірінші тілмен бастауымыз керек. Мына кісілерді қатты қолдаймын. Көңілбаев кісіні де жақсы танимын. Үздіксіз көремін ол кісінің әрбір видео сұхбатын, әрбір жаңа халық үшін істеп жатқан істерін, әрбір жетістіктерін көріп отырамыз. Қазақша жүргізеді, жаңа ақпаратты да қазақша беріп отыр. Сондықтан бұл кісілер өте дұрыс жұмыс жасап отыр деймін. Мына жерде адамның образы да бар. Кім істеп отыр, мынаның артында қандай бренд тұр, қандай тұлға тұр, өздерінің образын да салып қойған. Сосын әлеуметтік желілер бәрін салған. Бұл жерде бұл сайт маған ешқандай ақша төлеп отқан жоқ. Өзім жаңа қызыққаным үшін тегін жарнама жасап отырмын. Әрине, халықтан осындай мықты адамдар шықса, біз қолдауымыз керек. Сонда ғана ол кісілер ауқымды жұмыс жасай алады. Халықтан қолдау тауып үшін нақсап халықтың мүддесіне қарай жұмыс жасауымыз керек. Қазақстан әлдеқашан тәуелсіз болған мемлекет. СССР өліп қалған. СССРдің түрмелерінің есігі бәрі шағылған. Соны түсінейік біз. Әлі күнге дейін орыс атаудағы бренд, әлі күнге дейін орыс тілдегі ақпараттармен шектеліп қана қазақ тілін тұншықтыра беретін болсақ, біз тәуелсіздік үшін, қазақ ұлты үшін жұмыс жасап жатырмыз деп өтірік айтпай-ақ қояйық. Сіз СССРді тірілту үшін ғана жұмыс жасап жатырсыз. Жаңа орыс тіліне қатып қалған, жабысып қалған, орысша бір әлемнің тілі сияқты, не болмаса бізге өмір бақи міндеттеп саған тіл сияқты сезінетін кісілерге айтарым сол. Орыс тілінсіз де дамуға болады. Өйткені біз мемлекетпіз, болашағы бар жас ұлтпыз. Жас ұлт тілін қалыптастыру үшін жаңа әрбір техникада, әрбір жетістікте, әрбір экономикалық, физикалық сала болсын, жаңа IT саласы болсын, өзінің тілдік базасы болу керек, өзінің тілдік болашағы болу керек. Сонда ғана бізден болашақ күтуге болады, сонда ғана бізден жақсы нәтижелер күтуге болады. Ал жай ғана тілімді, елімді сүйемін деп, ауыз жүзінде айтып, іс жүзінде жұмыс жасамайтын болсақ, біз ешқашан жырғамаймыз. Мен сайтымда мысалы орыс тіліне қатысты нелер бар, орыс тілі дыбыс оқулығы бар. Мен осы оқулық жасап шыққанмын. Мүмкін айтар елдер, осыны қалай жасап жүрсің, мүмкін сен тіл деп айтып қойып, басқалай жұмыс жасайсың деуі мүмкін. Тілді үйрен, біл. Бірақ тіл үйрену ол құлдық емес. Тіл үйрену ол сол ұлттың артықшылығын, мықты жерін өзімізге қабылдау. Мысалы, ағылшын тілін үйрететін дыбысты оқулықта жасап отырмын. Қазақстанда, қазақ әлемінде тұңғыш орыс тілі, ағылшын тілі дыбысты оқулығын құрастырып жасап отырмын. Мен ешқашан мақтанбаймын. Бұл менің міндетім. Мен осы Android телефондар, iPhone телефондарының қазақша нұсқасын сонау 2012-2011-лерде жасап шығып, Афел компаниясына ұсынғам мысалы. iPhone 5 шығып жүрген кезде мен iPhone толықтай қазақшаластырып ұсынғам. Бірақ олар
сәп салмады, тіпті елеп те қоймады. Күні бүгінге дейін iPhone орыс тілінде жана TMD-да сатылып келе жатыр. Бірақ осыған бір өзбек, бір қазақ, бір қырғыз қарсы шыққан емес. Мен қарсы шығып отырмын. Неге? Өйткені мен ұлтымның болашағын, ұлтымның абыройын, ұлтымның бет-бедерін ойлаймын. Ешқашан iPhone сатып алмаңыздар. Ол сіздің тіліңізді, ол сіздің ұлтыңызды құрметтеп тұрмаған соң, оған ақша шашудың өзі сауатсыздық, саяси сауатсыздық және ұлтын қор санаушылық. Осыны түсінуіміз керек біз. Қытайда мысалы iPhone Қытай тілінсіз сатылатын болса 5 теңгеге алмайды. Орыстың өзінде мысалы орыс тілінсіз сатылатын болса, ағылшын тілінде ғана iPhone Ресей нарығына шығатын болса 5 теңгеге алмайды. Біз өзі сыйлауды ары бері ешқайдан іздемей ақ қой, орыс пен Қытайдан үйренсек жеткілікті. Қазақстандағы орыс тілдерден де үйренуге болады мысалы. Ешқашан өз тілін өзгеге жығып бермейді. Ешқашан өз абыройын өзгенің алдында төкпейді. Бұл ұлтшылдық емес, бұл таза мәдениеттілік, бұл таза сауаттылық. Ал біз сауатсыздығымыздың кесірінен жаңағы өзге тілге бодан болып жүрміз. Мәдени сауатсызбыз, саяси сауатсызбыз, абыройсыздығымыз және бар. Сондықтан айналайын қазекеңдер, абыройлы болайық. Қазақта сөз қалмаған ғой, өзіңді сыйласаң жат жаннан түңілер дейді. Бірінші өз-өзімізді сыйлауымыз керек, өз-өзімізді бүтіндеуіміз керек. Әншейін қазақ тілі жақсы екен деп ән салып домбыра шертіп отырып алудың қажеті жоқ. Қазақ тілін мықты қалыптастыру үшін ол техникалық салада, физикалық салада, әскери салада, барлық салада қазақ тілі түгел болу керек. Орыспен, Қытаймен, Карспен иық тірестіруіміз керек, ағылшындармен. Жете алмасақ та өкшесін басуымыз керек. Бізге орыс тілінде, Қытай тілінде, ағылшын тілінде үгіттей беретін болса, соны істете беретін болса, біз ешқашан жалқаулықтан, ешқашан жаңағы елдің дайын чайнап берген асын жеуден арланбаймыз, ұятсынбаймыз. Солай қалыптасады бізде. Нөлден бастап өзіміз қалыптастыруымыз керек. Және қазақ тілі әлемге жаңалық әкелу керек. Түркия сияқты мысалы өзіміздің байрақтар сияқты техниканы тапқырлап шығайық. Әскери салада жетістікке жетейік, медициналық салада жеңіске жетейік. Сонда ғана қазақ тілі кең дәріптеледі, сонда ғана қазақ тілі абырой қалыптастырады. Одан бері біздің жаңағы Димаштың болған, Қайрат Нұртастың болған, мықты әншілеріміздің болған еш нәрсені шешпейді. Тіпті мәдениет өрімізді, жаңағы ән айту қарқынымызды, танымалымызды өсіру мүмкін ол. Бірақ ол ешқашан жаңағы ертең күні мемлекетке төнген ақпараттық соғыстарға, немесе әскери соғыстарға ешқандай тойтарыс бере алмайтын қару. Қару деп айтуға да келмейді, қауқарсыз нәрсе ол. Сондықтан ұлттың қауқарлығы тек қана білім, ғылым. Ғылымды қазақыландыруымыз керек. Қазақша ойлануымыз керек, қазақша бренд қалыптастыруымыз керек. Сол түрік мысалы жаңағы бір байрақтарды ойлап таққан үшін Арифлем, Дарифлем деп ат қойды ма соған? Байрақтар деп түрікше қойды. Неге? Өйткені ол ұлтта ұлттық сезім бар, ұлттық абыройлық бар. Ұлттық абыройлықты алыстан іздемейік. Сол Түркия, Ресей, Қытай сияқты, ақш сияқты елдерден үйрене берсек болды. Ол бір жоқтан бар қылатын нәрсе емес, көзіміздегі бар нәрсе, тек қана біз соған бейімделуіміз керек. Сіздермен болған Самархан Нұрдәулетұлы. Әрдайым каналды қолдап, пікір жазып, оймен бөлісіңіздер, таратыңыздар басқа да Facebook, жаңа басқа да әлеуметтік желіге. Жалпы сайт жайлы көзқарастарыңызды айтыңыздар. Кемшіліктер болса түзетеміз. Жаңағы атау терминдермен келіспесеңіздер, мысалы, сіздердің алып қосарларыңыз болса, мен әрдайым қалыппен санасам. Содан кейін мен айтып отырмын, жоғары пайыздарға қарсы тұру. Жоғары пайыздарға қарсы тұру үшін бізде тек қана Каспий кезет болмау керек. Оған конкурент көп болу керек. Мысалы, Каспий кезет Қытайда болатын болса, Каспийге жоқ дегенде 100 кәсіпорын оған конкурент. Конкурент бар жерде баға үлкен шарықтамайды, пайыз қатты кетпейді. Қытайда мысалы 27%-дан асатын болса, ол үлкен пайыз есептеліп, оған қылмыстық іс шара қолданылады.
Мысалы банк пайыздар 7%-дан 13%-ға дейін, кейде тіпті 10%-ға дейін жетпей жатады. Өйткені банктер ара конкурент өте көп, Қазақстандағыдай емес. Сондықтан бұл ойланатын жағдай. Әрқашан бізге ойлану керек. Жаңағы отандық өнім жағында көп ойластыру керек. Егер сіздерде ірі кәсіпорындар болса, мысалы таза отандық өнім болатын болса, өздеріңіз нөлден бастап жасап отқан, мысалы шикізат, өндіріс бәрі өздеріңізден болатын болса, мен жаңағы Мадин Қазақстан деген жерге міне жерде бос тұр, міне Қазақстанда. Ұяласың міне. Қайырымдылық шара, құрылыс, азық-түлік, үй дегендердің бәрі бос тұр. Осы араға сіздердің тауарлар тегін салып беремін. Бұл менің жаңағы отандық өнімге деген қолдау. Бөлісіңіздер, таратыңыздар. Бізде де мықты ірі жоба бар, бізде де мықты азаматтар бар. Тек қана елдің қолдауы керек бізге.